Баршаңызға сәлем достар. Құранда айтылған сарымсақтың пайдалары. Әдетте тұмау тигенде не болмаса ас мәзірінде қолданылатын сарымсақтың емдік қасиеті мол екенін біле бермейміз. Ал оның Құранда да хадистерде де айтылатындығына көңіл аудардыңыз ба? Ол қандай өсімдік? Сарымсақ пияз тұқымдастар тобына жататын көп жылдық шөп тәріздес өсімдік. Өнімді топырақтың астына салады. Топырағы жұмсақ әрі құнарлы болса, сарымсақтың басы да үлкейе түседі. Басы бірнеше бөліктерден құралады. Дәмі ащы, иісі өткір. Күздік және жаздық деп бөлінеді. Хадистерде не айтылған? Ардақты Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам төмендегідей бірқатар хадистерінде сарымсақтың өте пайдалы екендігін, оны емге жарату керектігін білдірген. Сарымсақ жеңдер, сонымен емделіңдер, өйткені ол 70 түрлі ауруға емделінген. Сарымсақ немесе пияз жеген кісі иісі кеткенше мешіттерімізге жоламасын, үйде отырсын делінген. Ислам діні көпшілік жиналатын орындарды таза ұстауға шақырады. Сондықтан мешітке, жамағатқа ұнамсыз, жағымсыз иіспен бармауды ескерткен. Жаратушы иеміз сарымсақтың құрамын өте бай етіп жаратқан. Сарымсақтың негізі шикідей жеген пайдалы. Бүгінге дейін зерттеген ғалымдардың айтуынша сарымсақтың құрамында 400-ден аса пайдалы компоненттер бар. Иммунитетті нығайтады, организмді қоршаған ортаның зиянды әсерінен қорғайды, ағзадағы бактерияларды өлтіреді. Асқазан ішек жолдарына, жүрек талма ауруларына ем. Микробты болдырмайды, жараны тез жазады, ауруды басады, ішек құрттарды жойып, қақырықты түсіреді. Авитаминозға өте пайдалы. Сарымсақ суық тиген ауруларға да таптырмайтын ем. Ол жүйке жүйесі бұзылғанда зәр жолдарын емдеуге, сондай-ақ организмді тазалауға пайдаланылады. Теріге сүйел, теміреткі, сыздау, қышыма тағы басқа жаралар шыққанда да емге жаратылады. Егер қатты суықтап қалған кезде сарымсақты ұсақтап турап, үстіне ыстық су құйып, сосын оның буымен дем алу керек. Тіс ауырған кезде сарымсақты қабығынан аршып алып, сонымен тістің қызыл етін сүртеді. Тұмаудың алдын алу немесе ауыра қалған жағдайда емдеу үшін де күніне 2-3 рет мұрынға сарымсақтың суын тамызған жөн. Қорыта келгенде өзі бармақтай болғанымен сарымсақтың емдік қасиеті мол. Видео ұнаған болса каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар.